Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі бойынша 11-ші сабағы. Тақырыбы я әрпінің жазылуы. Бүгінгі білетінім я әрпінің жазылу ережесін білу. Я десе соңында, сия десе соңында. Тұрар тұғыны қайқайып, айтыңдаршы, қайсы әріп? Балалар қандай әріп екен? Әрине я әрпі екен. Ендеше я әрпі туралы шағын бейне баянды көріп алыңдар. Әрпінің алдында дауысты дыбыстар және и әрпі жазылады. Кейде и әрпінің алдында и әрпі ғана емес, әрпі де жазылады. Бояу, қария, зиян, сия, қияр. Қызыл үйге и әрпі жіңішке естілетін сөздерді сары үйге орналастырайық. Сая, сия, сояу, зиян, жария, тақия, қияр, пияз. Бұл сөздердегі е әрпін жуан немесе жіңішке дауысты болатынын қалай байқадық? Сөздегі жуан дауысты дыбыстардың әсерінен е әрпі жуан айтылады. Сая, сояу, жария, тақия, қияр. Сөздегі жіңішке дауысты дыбыстардың әсерінен е әрпі жіңішке айтылады. Сия, зиян, пияз. Сөздегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке болуына байланысты е әрпі де бірде жуан, бірде жіңішке болады. Сендер я әрпінің жазылу емлесін көрдіңдер. Олар я әрпі бізде айтылуда и мен а әрпінің қосарлану арқылы жасалады. Ал естіледі, ал жазылғанда я әрпі жазылады екен. Осыны естеріңе сақтаңдар. 3-ші жаттығу мәтінді тыңда. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын, мен болмасам адам есті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: босқа дауласпаңдар, адам үшін бәрінің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса адам ести, көре және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрінде адамға керексіңдер, бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер. Ендеше мәтін мазмұнын өз сөздерімен айтып беріңдер балалар. Көз, құлақ, қол, аяқ не деп таласқаныңды өзің айтып көр. Аяқ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Неше әріп, неше дыбыс бар. Аяқ деген сөзде біз көріп тұрғандай 3 әріпті көріп тұрмыз, 4 дыбыс. Жаңағы айтып кеткендей, қысқа и мен а екеуі қосарлы дыбыс арқылы естіледі. Енді мына жерде өздерің тағы да я әрпі бар сөздерді мәтіннің ішінде бар ма екен? Бар болса тауып көріңдер. Есіңе сақта, сөзде и, а дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына я әрпі жазылады. Мая, сая, тая. 44-ші жаттығу. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір. 2 көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. 2 қолың не үшін керек? Ерге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керегі? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керегі? Туған жерге қайту үшін. Жаңағы мәтіндегі сұрақтарға толық жауап берді деген ойдамын. 45-ші жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз. Балқия тісін жуды. Оның тісі тазарды. Інісі Аяның тісі ауырды. Сұрақ: Аяның тісі неге ауырды? Сен тісіңді немен тазалайсың? Осы сұрақтарға балалар өздерің жауап береді деген ойдамын. Берілген әріптер қатарында жасалынған сөздерді тауып оқы. 5 әріптен құралған мінекей көріп тұрсыңдар. Енді біріншісін оқып көрейік. Л, А, Ш, А, Я, Н, М, С, К, Р, О. Енді осы жасырынған сөздер қандай сөздер екен? Бірінші сөздер неге байқауға болады. Екінші,
тұяқ деген сөзді мінекей жазылып тұрған. Екіншісінде саяз деген сөзді байқауға негізі аяз. Тұяқ деген балалар не? Ол әрбір малдың аяғының астының табанының астын айтамыз тұяқ деп. Ал саяз деп кейде сулар терең болады, кейде суы аз болса, ол саяз екен. Келесі үшіншісінде аялдама, төртіншісінде қияр, бесіншісінде әсия, сия деген сөзді құрастыруға болады екен. Мінекей тағы да өздерің құрастырып тауып алатын болсаңдар, өте жақсы. Осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.